Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сіздермен ауыл және ғылым арнасы. Бүгін біз сіздерге ешкі шаруашылығының қаймана қазаққа жаңа келген 3 саласы жайлы айтамыз. Ескертеміз, біз жаңа салаларды ғана әңгімемізге арқау етеміз, ал бұрыннан бар ешкі өсіру саласын қарастырмаймыз. Бірінші, шет елден асыл тұқымды ешкі сатып әкеліп сату. Мен бұл топтағы адамдарды сыйлаймын. Себебі пайғамбарымыз да саудамен айналысқан. Олардың бірнешеуін Қазақстан бойынша танимын. Қарағанды өңірінде, Ақтөбе және Ақтаулық ағаларды да білемін. Олар заңды да заңсыз жолдармен шет елдерден, әсіресе Ресейден ешкі тасымалдайды, сүтті ешкі тасымалдайды. Бұл бизнес қаншалықты өміршең екендігі белгісіз. Елімізге біздің жорамалымыз бойынша әлі де көп ешкі керек. Қазақстанда мал саны аз, тіпті қойдың өзі 18 миллион шамасында, ал ешкі тіпті де аз. Сол ешкілердің асыл тұқымдысы өте аз. Осы жағынан алсақ әлі өміршең. Алайда таяқтың екінші ұшы ешкі бағасында. Жылдан жылға ешкі бағасы көршілес Ресеймен теңесіп келе жатқанын ескерсек, 2 жылдан соң қаншалықты тиімді болады деген сұрақ мазалайды. Ескерту, біз, яғни ғылым және ауыл арнасы, бұл топтан емеспіз. Біз шет елден асыл тұқымды ешкі тасымалдамаймыз. Ешкі малын кәсіп еткен екінші топтағы адамдар жайлы айтайық. Мен оларды экзотиктер деймін. Олар асыл тұқымды сүтті ешкі сатып алып қояды. Оларды саумайды, тек лақтатып лақтарын енесіне қосып жібереді. Олардың ешкілерінің түрі әдемі, алайда олардан ешкі сатып алудың қажеті жоқ. Себебі олар сауылмаған болғандықтан сізге келіп сүтті болмайды. Олар сатып алушыларды ешкілерінің ерекше әдемілігімен әрі документімен ғана қызықтырады. Көбіне бұл топтағы адамдардың басқа жұмысы, табысы бар. Олар жылына 10 ешкі сатып 1 миллион табыс тапса оларға жеткілікті. Тағы да ескертеміз, әдемі ешкі емес, сүтті ешкі ұстаған дұрыс. Сатып аларда әдемілігіне емес, сүттілігіне қараңыздар. Жақсы сүтті ешкілердің ерекшеліктерін келесі видеоларымызда айтатын боламыз. Ешкіні кәсіп еткен үшінші топтағы адамдар, олар біздер, яғни сүтті ешкі өсіреді, сауады, сүт және сүт өнімдерін сатады. Олардан ешкі сатып алу керек. Негізінен теке сатып алсаңыз тіпті де жақсы болады. Өйткені мұндай шаруалар текені мұқият таңдайды. Оларға сапасыз теке өсірген тиімсіз. Олар жаманын сатып жақсысын алып қалады ғой деп ойларсыз. Оныңыз дұрыс. Соның өзінде олардың ешкілері сауылған болғандықтан, әрі енесі сауылған болғандықтан жуас, сауға ыңғайлы, әрі генді түрде сүтті болады. Құрметті көрермен, біз сіздерге әрдайым пайдалы болатын видеоларды ұсынғымыз келеді. Егер де сізге бұл видео ұнаған болса, лайк басып арнамызға тіркеліңіз. Және өз ойларыңызбен комментарийде бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Рахмет.